Бізде махраж орындары 17. Соны 5 бөлікке бөледі. Соның 4-шісі ерін. Өзіне 4 әріпті қамтиды. Бұл әріптерде бірінші б, бә. Ерінің бір-біріне тиюі арқылы автомат түрде. Әбі. Бұл енді тек орын жаттап алсаңыздар болды. Жалпы бұл автомат түрде сіздер шығарады. Мим әрпі. Әм. Тура солай не? Ерінің бір-біріне тию арқылы. Бірақ ерінді бір-біріне қатты теппейсіздер. Яғни әм деген сияқты қыспаңыздар. Тек қана жеңіл. Әм. Енді б мен м-ның махражы бірдей болғанымен, бірақ м-да қосымша тағы мұрыннан шығады. Қазір келтіреміз. Нун мен мим әрпі қосымша мына жақтан мұрыннан келтіреді. Бізде үшінші әріп вау. Екі еріннің алды қарай бүрісу арқылы немесе бүйтіп шығады. Әу, бу деген сияқты. Екі ерін. Төртінші әріп ф. Үстіңгі тістер мынау азу тіс. Ерінің ішкі жағына, яғни жеңіл тиеді астыңғы ерін. Ф. Қыспайсыз. Ф деп тістемейсіз немесе. Ф жеңіл. Ф деген сияқты. Енді бұл жерде тағы бір мән беретін нәрсе. Мына вау. Кейін біздегі жаңағы мим әрпі және нун әрпі. Мим әрпі мысалы еріннен шығады, сонымен қоса не мұрыннан қосымша не дыбыстың арқылы. Сол кезде толығымен шығады. Нун әрпі де тура сондай. Негізі тілде махражы, бірақ не қосымша мұрыннан шығады. Мұрын қуысы арқылы. Ғұнна дейміз ғой көбінесе. Кейін бізде вау ерін әрпі ғой. Кейін мынау яй әрпі не тілдің ортаңғы жағынан шығады. Бұл жерде не ешқандай яй әрпі немесе вау әрпін айтқан кезде мұрыннан бір дыбыс шықпайды. Өйткені бізде көп кісілер әләмин немесе уды айтқан кезде мысалы кәфирун деген сияқты мұрыннан дыбыс береді. Ол қате. Мысалы яй әрпі бізде жаңағы тілдің орта жағы вау екі ерінің бүрісуі арқылы шықты ғой. Сонымен енді бұлар мәт болған жағдайда, мәтіне созылған кезде, яғни өздерінің шығатын махраж орны, сонымен қоса мына ауыздағы қуыс бар ғой, бос қуыс, сол жерден ауаның жүруі арқылы шығады. Яғни сіз уды айтқаннан кейін сол ұзақ созылу үшін не ауыздан ауыз қуысы созылады. Мысалы әләмин немесе кәфирун, яғни осы ұзақ болуы не ауыз қуысынан ауаның жүруі арқылы шығады. Яғни ауыз қуысындағы бос кеңістіктен ауаның жүруі арқылы мына әріптердің ұзақ созылып тұруына мәт жағдайы болады. Енді бізде жаңағы вау әрпі мен яй әрпі айттық қой, махраж орындарын қателік жіберетіні мына жерде. Мысалы, мына жерде әл-кәфирун деген бізде сөзіміз не болып тұр? Кәфирун мәт болып тұр. Ал мына жерде уәнәфсиун деген кезде мына тәнуин не істеді? Вауға кіріп кетті. Идғам ережесін білесіздер. Сол кезде не уәнәфсиун мұрыннан береміз. Өйткені мына жерде негізі бұл уәнәфсин деген соңындағы нун әрпі мынау мұрын бар еді ғой, сол кіріп жатыр. Соның сипатын не істейміз? Беруіміз керек. Уәнәфсиун деген сияқты. Ал мына жерде не мұрын кетпейді. Өйткені бұл жер мәт бізде. Мәт. Ал мына жерде не идғам болып жатыр. Идғам. Егер сіз мына жерде кәфирун деп мұрыннан беріп жазсаңыз, сіз мәт қылып жатқан жоқсыз, сіз оны идғам қылып жазсыз. Тура сол сияқты. Яй әрпінде де, мысалы, фатиханы оқимыз көбіміз. Анау әдемі оқимын дейтіндер тұрады да, ер болады да, әләмин деп мұрнынан береді. Мұрнынан бұл жерде мәт болып жатыр ғой, яй. Өзі сукунды, өзінің алдыңғы әрпіне кәсірәл болып тұр. Және соңында біз тоқтаған кезде, жаңа сукун арыз себепті бұл мәт арид болып жатыр да, мәт арид. Демек, бұл мәт бізде неді? Ауыз қуысынан шығады. Мұрын ешқандай кетпейді. Әләмин. Ал мына жерде фәмәй деген кезде біз не сукунды нун өзінен кейін яй әрпіне жоққан кезде не істейтін еді? Кіріп кететін еді сол әріптің ішіне. Сол кезде біз не оны ғұннамен оқитынбыз. Ғұнна деген не? Мұрыннан шығатын дыбыс. Демек бұл жерде фәмәй я'мәл
фәмән яъмәл. Енді бұны қалай ажыратамыз десеңіздер, сол егер сіздің мәттеріңізде қате жоқ па байқасаңыздар, ол үшін мынаны айтып жатқан кезде мұрындарыңызды қысасыздар. Мысалы әл-әләмин и шығып жатыр. Енді мына жерде мұрынмен оқитын болсақ, әләмин мұрыннан не шығып жатыр, демек бұл қате деген сөз пайдалы болсын.